Мен Сазанбай Айнұр Сазанбайқызы, номер 82-ші жалпы білім беретін орта мектебінің бастауыш класс мұғалімі. Олай болса, жас мамандар конкурсына дайындаған видеомды қабыл алыңыздар. 2000 жылы мамыр айының 3-ші жұлдызында Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Қауылжыр ауылындағы Сазанбаевтар әулетінде дүниеге келдім. Мектеп табалдырығын алғаш рет 2007 жылы Қауылжыр ауылындағы Гіркес 12 орта мектебінен бастадым. Осы білім ордасында 11 жыл бойы тәлім алып, балалық шақтан үлкен өмірге сеніммен қадам бастым. 2017 жылы Ақтөбе қаласындағы көпсалалы болашақ колледжінде бастауыш білім беру мамандығы бойынша оқуға қабылдандым. Студенттік жылдарым тек оқумен емес, белсенділікке, бастамаға толы кезең болды. Еріктілер тобын құрып, қарттар үйінде концерттер ұйымдастырдық. 2020 жылы осы жолдың жемісі ретінде колледжді сәтті аяқтап, диплом иегері атандым. 2020 жыл өмірімдегі жаңа кезеңнің бастауы болып, мейірімді, тәрбиелі отбасыға келін атандым. 2021 жылы тұңғышым Әлихан өмірге келіп, ана атандым. Ал 2024 жылы отбасымыз тағы бір қуанышқа толып, екінші ұлым Ахмат дүниеге келді. Білім жолындағы ізденісімді жаңа деңгейге көтеру мақсатында 2023 жылы Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінде бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістеме мамандығына оқуға түсіп, 2025 жылы тәмамдадым. Қазіргі таңда 82-ші жалпы білім беретін орта мектептің 4-ші Г класының класс жетекшісі ретінде шәкірттеріме бағыт-бағдар беріп келемін. Осылайша мен өзімнің өмір жолымды, жетістіктерімді, сүйікті ісімді таныстырдым. Назар аударғандарыңызға рахмет.